95'te keyin bir so'rib. Ya. Ey balım. 95'te keldin mi diyor. Құтты болсын, Нәбек туған күнің. Жастан жасқа шыға бер. Өмірің ұзақ болсын. Бақытты болыңдар Айдан екеуің. Birlikte süremiz. Gel. Ол кезде болдың ғой. Жарайды, менің шылым бар. Осы табалды қаттап басты ма? Үшеу. Көрдіңіз ба? Хабарласқанын естідіңіз ба? Жоқ, естіген жоқсыз. Ана қыздарыңыз ренжісті болсаңыз, жаман көріңізді құшақтап жалғыз қаласыз. Ешкімге керек емес, маған да. Себебі қыздың әкеге деген махаббаты бөлек. Шылағаннан көздерім ағып кетті. Қайырлы кеш, достар. Астанадағы аға жеңгем мен інімнің салып жүрген тәттілеріне анпакинг жасап, бүгінгі күнімізді қорытындылап, видео түсіріп отырғанбыз, бірақ телефонымда память толып қалып, видео түсірілмей жатқанын байқамай қалды. Видео басынан бастап түсірілмеген ғой, ойлаңыздар. Біз мына жерде уже барлығына анпакинг жасап, дегустация жасап қойған болатынбыз. Мінекей. Енді қайта түсіріп жатырмыз, ештеңе етпес деп. Бүгінгі күніміз бір сондай болып жатыр. Жаңада инстаграмға бір рилс түсіреміз деп ойын ойнағанбыз. Ол ойынның дауысы жазылмай алған ғой. Ойлаңыздар, микрофонның дауысы жазылмай алған. Бүгін бір контент түсірмей, мына жерге шайын контент түсірген жараспайды деген сияқты болды. Жарайды. Бәрін қайтадан бастайық. Бүгінгі видеомызда біз демалыс күні қанша теңге құртқанымыз туралы шындығымыздан ақтарылған болатынбыз. Мен мына жерде конфеттерге анпакинг жасап жатырған кезде Азамат бізге чектерменен қанша құртқанымызды есептеп айтады. Әзірге екеуміз Infinity Cinema Қызым атты киноға барған болатынбыз. Бүгін бізге точно контент түсірмеңдер деп отыр. Енді қызымыз оянып кетті. Кәмпит жейміз. Кел, кәмпит жейміз. Келшеш. Ұйықтап отырған қызымыз оянып кетті ғой енді. Бір не болып кетті бүгін өзі. Жоным. Кәмпит кел, кәмпит жейміз кел. Сенсіз қалай видео түсіреміз да, айтшаңыз. Уа, қара. Уа, кітап емес мынау, әнес нары. Мына кәмпитна бәрін бір-бірлеп алып, бәрін бір-бірлеп шығар. Уа, не істеп жатырмындар? Сен суреттерді қарай бер, біз әңгіме айта берейік, иә? Қызым деген киноға барды. Аш. Бер саған. Мына не айнас? Жұмыртқа. Деф? Жұмыртқа. Қызым деген киноға бардық, тиктоктан, инстаграмнан, көптеген рекомендацияларды көргендіктен жылау үшін барған болатынмын. Онымен бұл кино мені аса қатты жылатқан жоқ. Ожидание реальность болды. Барлығы жылау шығып атқанға мен де жылайтын шығармын деп ойлап едім. Либо мен тас жүрекпін, либо бұндағы история мені задевать етпеді. Ауыр кино болды деп есептеймін. Жеңіл аралас кино болды біз үшін. Комедия аралас кино. Одан да жылау үшін тастамашы ана дегенге бару керек деді деп ойлап та қалдым. Бірақ сонда да күшті көңіл күймен әдемі уақыт өткізген едік. Бұл кино үшін біз қанша төледік? Infinity Cinema'ның залының ең жоғарында жұптарға айналған орын бар.
ол бізде адам басына 4500 теңгені құрайды. Яғни 9000 теңге шықты вообще. Алайда жаңағы залдың ең арзан бағасы, билеттің бағасы 4100 теңге. Сондағы 400 теңге доплата жасаймыз. Иә, айырмашылығы тек 400 теңгеде болғандықтан біз сол төбесінен ыңғайлы отырайық деп алғашқы рет алдық ондай орынды. Өзімізге қатты ұнады, күшті демалып, арқайын отырдық. Ашағы алағы мына. Сонымен қатар енді өздеріңіз білесіздер, киноға барғасын құр бармау керек. Өзімізден бір жейтін нәрсені алып баруымыз керек болады. Компьютер. Infinity Cinema'ның тамақ сататын жері бар. Сол жерден попкорн алдық, лейс алдық, сосын 2 жарты литрлік сок алдық. Соның барлығы бізге 4161 теңге. құрайды. Иә. Сонда біздің киноға баруымыз үшін осынша ақша кетті. Енді анда-санда барамыз. Сол үшін Өзімізге рұқсат береміз. рұқсат береміз. Асауға қиналған жоқпыз енді. Бірақ менің ойымша, Қазақстан бойынша ең қымбат кинотеатр Атырауда. Жай ғана орындықтарда 4100 теңге төлейсің. Қайда сол кездерім Астанадағы 500 теңгеге кіретін студенттік шағым қайда менің деп киноға 500 теңге еді ғой. Вторник күндері. Ондай да кездер болды. Тегін кіргенде кездер болды да шешесі. Тегін кірді кезінде. Достарымыз сонда жасайтын болған. Чаплин синемада. Кинодан шыққаннан кейін өзімізге киім сатып алды. Коллинз атты киім кешек дүкенінен жақсы акциялар болып жатырған сол уақытта. Яғни 1+1 тең болады. 3 деген акция болып жатыр. Сосын енді Назерке екеуміз джинсы алып, 3-ші тауарға күзгі куртка алдық Назеркеге. Сондағы біздің общий баға 36930 теңгені құрап отыр. 3 киімді 36930 теңгеге алдық. Өзіміздің көңілімізден шықты, әдемі, сапалы киімдер алдық. Негізгі бағасы 50 мыңнан асады. Бірақ жаңа акция болып жатқаннан кейін осындай бағаны шығарып беріп отыр бізге. Одан бөлек біз тағы қандай ақша құрттық бүгіндікке? Одан бөлек әрине бензинге құртамыз. Өйткені өзіміздің көлігіміз болғасын. Ауылдан қалаға, қаладан ауылға қатынау керек әрине. Сол себепті бензиніміз жоқ. 5000 теңге құйған болатынмын. Бізде Атырауда бензиннің құны қанша теңге? Соны айтып жіберші менің көрермендеріме. Бізде Атырауда ірі жаңа жағармай бекеттері, яғни Қазавойл, Промгаз деген бекеттер бар. Қазавойлда қазір 221 теңгені құрайды литрі, қателеспесем. Ал Промгазда мен 218 теңгені байқадым. Бірақ мен өзім ауылда Азим Ойл атты жанармай бекеті бар. Мен білетін ең арзан баға сонда болатын. Яғни 217 теңгені құрайды. Мен соны әрдайым содан заправить етемін. 2026 жылы ақпан айындағы бензиннің 1 литр үшін 217 теңге. Ең арзан сондай теңгені құрап отыр. Ал сіздің өңірде қанша теңге құрайды? Соны комментарий жаза кетіңіздер. Салыстырып көрейік бағаларын. Одан бөлек тағы ақша құрттық па біз? Жоқ, құртқан секілдіміз. Онда бүгінгі күннің жиынын есептейік. 20 мың теңге туған күнге кетті. 9 мың теңге киноға кетті. 4161 қоя, дұрыс па? Кинода жейтін тамағымызға кетті. Одан бөлек біз тағы киім сатып алдық. 36930. 36930. Сосын 5000 теңге жанар жағармайын алдық. Сонда бізде бүгінгі күнімізде құртқан қаражатымыз 75 мың теңгені құрады. Жұмыртқа, Жаным. Жаңа ғана ең басында түсіріп жатырған видеомызда осы конфеттерге обзор жасаған болатынбыз. Осындай інім Марвиннен сатып алған екен. Марвиннен осындай конфет сатып алып, бізге Атырауға беріп жіберген екен. Бұның бағасы 3490 теңге құрайды. Ішінде 8 штук осындай конфет бар. Қалай ойлайсыздар? 3490 теңгеге тұрарлық конфеттер ме екен бұл? Бірақ өте әдемі қаптамада жасалған екен. Сол қаптама үшін төлейміз ғой байғағанда. Так, бұнда қандай бізге тілектер жазылған? Потрясающих подарков дейді.
вкусняшек, удачи, праздничного веселья, вкусных радостей дейді. Байлық тілейміз дейді. Сосын Айназ тағы не тілейді бізге? Искренних улыбок дейді. Күлкіміз көп болсын. Әмин. Бұдан бөлек бізге осындай жұмыртқа тәріздес конфеттер салып жіберген екен. Бұның біз дәмін көрдік. Іші осындай пустой. Дәмді шоколад. Таза шоколад деуге болады. Одан бөлек бізде осындай конфетты с предсказаниями ашқан болатынбыз. Бұны біз Инстаграмдағы Reels үшін түсірдік. Не ол? Жұмыртқа. Осындай бір күнде қанша теңге құртатынымыз туралы контентіміз ұнаса, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Мен сіздердің лайктарыңызға қарап, осындай видео түсіруге шабытым ашыла береді. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі кезекті демалыста мен өзімнің қолыма камераны алып, видео түсіруді бастап жатырмын. Бүгін бізді қайнапам қонаққа туған күніне шақырған болатын. Қазір сонда жиналып жатырмыз. Қонақтыққа келдік. Мен келін болып алып, басыма тағатын орамалды ұмытып кетіппін. Сол үшін мойныма тағып жүрген осы шарфты басыма тағып алдым. Образыма вообще жарасып тұрған жоқ негізі. Осы образды бір орамалмен ойлап шығып едім. Жақсы. Осы тасбақадан келген сайын қорқып кетем. Яғни жоқ болса да қорқып кете берем қайта көргенде. Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Демалыстарыңыз қалай өтті? Бүгін біз қайнапамның үйіне қонаққа бардық. Сосын базарға барып, Рамазан айына дайындық ретінде үйге азын-аулақ көкөністер мен жеміс-жидектер алған болатынбыз. Демалыс күндері қанша теңге құртатынымды есептеу мақсатында барлығын есептеп жазып жүрдім. Сіздерге де қызық болса айта кетейін. Жаңағы атап өткен базардағы жеміс-жидектер мен көкөністерді 15.375 теңгеге алған екенмін. Содан кейін 5.245 теңгеге сухофрукты, кепкен жеміс-жидектер алған болатынмын. Оның ішінде ертең ауыз ашарда жейтін финики да бар. Содан кейін 12 метр дастархан алдым. Соның бағасы 21.760 теңгеге шықты. Оған қоса қалаға барып келу үшін бізде бензинге, жанар-жағармайға ақша құртылады. 4000 теңге жұмсаған болатынбыз. Барлығы бүгіндікке 4000 қосамын 15375, қосамын 5245, қосамын 21760 теңге. Барлығы бүгіндікке 46380 теңге құртқан екенмін. Бұйыртса Рамазан айында қонақтарымыз келіп қалып жатырса деп, бір жағынан өзімізге де ауызашарға сәресіне жеуге деп, витамин болсын деп, осындай жеміс-жидектерді толтырып алдым жәшігіменен. Сол барған дүкенімізде құрманың жұмсаруына байланысты 9000 теңгеге сатқан жәшікті 3500 теңгеге сатып жатыр екен. Ішінде барлық құрмалар бірақ жұмсақ болып тұр. Енді ол құрмалардың барлығын біздер тауысып жеп үлгермейтіндіктен, мен қазір олардың барлығын жуып, тоңазытқышқа сақтап қойғым келіп тұр. Кейін солардан дәмді десерттер жасайтын боламын. Бұйырса солардың рецептімен келесі блогтарымда бөлісетін боламын. Немесе өзіңізде YouTube'дан қарасаңыздар болады. Менің жоспарым бойынша балмұздақ жасағым келіп тұр. Содан кейін мусовый десерт жасағым келіп тұр. Бір жағынан біле білсеңіздер, құрма өте көп дәрумендерге ие. Содан соң осындай мандариндер алдық. Оны да бір қорабын сатып алған болатынбыз. Бұның бағасын 7500 теңгеге алдық. Мандарин осындай үлкен, ішінде дәні бар, дәмді. Бір жағынан қызымыз қатты сүйіп жейтіндіктен осы мандаринді біз 2 аптада бір, 3 аптада бір, жалпы айына бір үйге алып қоямыз.
Мінекей құрмалар осылай жұмсап тұр. Мен қазір осылай тұрған күйінде де сақтаймын және қабығын ашып турап осындай ыдыстарға салып қоямын.